Шахтер саябағын қайта жаңарту үшін әлеуметтік сауалнамалар жүргізіліп, жоба бірнеше мәрте қоғамдық тыңдауларда талқыланды. Алдын ала жасалған үлгі қала халқының ұсыныстары мен тілектерін ескере отырып жасалған. Это интересный. Бұл қызықты функционалды саябақ болмақ. Біз барынша жасылдандыруға тырысамыз. Қазіргі таңда саябақта гүлдер жоқ. Егер гүлдендірсек, әрине саябақ әдемілене түседі. Сондай-ақ жас өспірімдер үшін демалыс орны жоқ. Яғни 8 бен 16 жасқа дейінгі балалардың бос уақытын қамтитын орындар аз. Сондықтан жас өспірімдер көше кезіп жүрмей, спортпен шұғылданғандай осы аумақта жағдай жасамақпыз. Жобада барлық қала халқының ұсыныстары ескерілді. Саябақта жаңадан скейт-парк, демалыс аймағы, жас жұбайларға арналған аллея, жасанды су қоймасы жоспарланған. Тыңдау барысында қатысушылар саябақты қайта құру жобасына түзетулер енгізді. В принципе, у людей Қала халқы өздерінің жайлылығы үшін жағдай жасалғанын қалайды. Әрине жасыл гүлденген саябақты көргілері келеді. Бұл екібастұздықтардың қарапайым ұсыныстары. просят там взлетный